Ауылдан бағасы арзан үй болса деген кісілердің назарына бағасы өте қолжетімді бағада бір үйіміз сатылымға шықты. Бағасын соңында айтатын болам, мұқият тыңдаймыз ағайындар. Ұзынағаштың Қайназар ауылында 9 сотық жерге орналасқан 160 квадраттық осы үйіміз сатылымға шықты. Бұл үйіміз көшенің бұрышына орналасқан, екі жағында да көше бар. Көшелері кең, газ, ток, су барлығы тартылған үйдің ішіне кірген. Ауламыз осылай орналасқан екен. Есіктің алдында нәбез, ауламыз кең, артқы ауласы бар, алдыңғы ауласы мынау. Мынау болса артқы ауласы. Артқы ауласы да кең, көктат егуге болады, қоралары бар, қоймалары бар арт жағында. Мынау болса кішігірім қоймасы, мінекей заттарды қоятын, бұл жерге күрек, құрал саймандарды қоятын қоймамыз. Мына жерде үлкен бір нәбес бар екен, кезінде станок құрған екен бұл жерге. Бұл үйге үшпазылық төкте түскен. Мынау артқы дарбазасы. Бөлек дарбаза қойылған. Мынау бір кішігірім қорасы екен. Жалпы артқы ауламыз осылай орналасқан екен. Есіктің алдында да мінекей кішігірім қоймалары бар. Енді үйдің іштерін кіріп көрейік. Кіре салған жерде аяқ шешетін бөлме. Сосын оң жақта зал бөлмесі. Мейман күтетін, қонақ күтетін зал бөлмеміз. Қол жуатын жер бөлек орналасқан. Мынау тамақ ішетін бөлмесі, ас бөлмесі. Ас бөлмесінен кірген бір жатын бөлме бар екен жағында. Сосын және бір жатын бөлме. Тамақ жасайтын ас бөлмесі. Ас бөлменің жанында кішігірім және бір жатын бөлме бар екен. Мынау енді тамақ әзірлейтін бөлме. Жерде тазалық бөлмесі мен жуынатын бөлмесі бөлек орналасқан екен. Жалпы үйдің іші осылай орналасқан екен. Бір зал, 3 жатын бөлме, ретті, таза, әдемі жасалған екен үйдің іште. Қайназар ауылының ортасына орналасқан. Қора жайларымыз, үйіміз осылай екен жалпы. Көріп шықтыңыздар деп ойлаймын. Мінекей көшенің бұрышына орналасқан, кейін үлкен дүкен соққанға да болады бұл жерге. Керемет жерге орналасқан. Бағасын бірден айта кетейін, толықтай көріп шықтыңыздар. Бағасы 25 миллион теңге ағайындар. Кішкене ғана келісім бар бағасында. Осындай ауылдан іздеген кісілер болса тезден хабарласыңыздар. Бұл жерде мектепте, балабақшада барлығы да жақын. Керемет жақсы ауыл, Қайназар ауыл деген күшті ауыл. Алатын кісілер болса хабарласыңыздар ағайындар. Мен сүйген қыздар, жасаңдар маған кешірім. Қақпа сен бәлкім, сендерсіз өлең есігін. Сендерге ғашық болмағанымда япырай, белгісіз